Сталиннің билігі тұсында КСРО қалай дамыды? Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили билік еткен жылдары 1924-1953 жылдар, 1925 жылдар, индустрияландыру 1928-1929 жылдар, ұжымдастыру 1929 ГУЛАГ жүйесі 1937-38 жылдар, жаппай қуғын-сүргін, тоталитарлық жүйе мынадай элементтерден тұрды. Бір партиялы жүйе, оппозициялықтың болмауы, мемлекеттік партия басқарды, азаматтық бостандықтың жою. Индустрияландыру 1925 жылдардың желтоқсанында БКП-ның 14-ші съезінде қабылданды. Негізгі мақсаттары елдің техникалық, экономикалық артта қалушылығын жою, экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізу, қуатты қорғаныс өнеркәсібін құру, өнеркәсіптің базалық салаларын дамыту. Индустрияландыру шеңберінде Түркістан мен Сібірді жалғастыратын ұзындығы 1500 километрді құрайтын теміржол құрылысы жүргізілді. Қиындықтары материалдық шығындар, адам ресурсының көп мөлшерде жұмсау, ауылдарға артық ауыртпашылық жасау. Нәтижесі өнеркәсіп пен жеке капитал толығымен ығыстырылды. Кеңес одағы аграрлы индустриялы елге айналды. Ұжымдастыру 1928 жылы БКП-ның 15-ші съезінде шағын шаруа қожалықтарын үлкен социалистік шаруашылықтарға айналдыру міндеті қойылды. Негізгі мақсаттары байлардың малдарын тәркілеу, аграрлы секторларды қайта құру, ауылдарға ұлы бетбұрыс жасау. Салдары 1932 жылы аштық, миллиондаған адамдар қаза тапты. Нәтижесінде 1937 жылы аяқталды. Шаруа қожалықтары колхоздарға біріктірілді. Жаппай қуғын-сүргін. Негізгі мақсаттары сотталған адамдардың еңбегі мен табиғи байлықтарды игеру, адамдар арасында билікке қарсы шықпау сезімін тудыру, Сталиннің жеке басына табыну, басқарушы жүйеге қарсы келу мүмкін деген барлық беделді тұлғаларды, яғни партиялық және кеңестік басшылардың, соның ішінде қазақ зиялыларын жойылуына соқтырды. Сонымен қатар ГУЛАГ лагері, лагерлер бас басқармасы, Карлаг Қарағанды лагері, Степлаг далалық лагер, Алжир отанын сатқандардың әйелдеріне арналған лагер. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.